Сәстөбенің поликлиникасы, қалайсыздар? Қанша жылдан бері ремонт көрмеген енді. Ләж болса жабылмауын сұраймыз елден, жұрттан. Қаншама бір жылдың ішінде 35 мың халыққа дейін қызмет көрсетеді. Орнына жаңа аурухана сап берсе де жақсы болар еді. Міне бүгін флюор аппараты келіпті. Соған түсуге келіп тұрмыз. Өте жақсы мамандары да, ішінде дәрігерлер де бәрі жақсы қызмет көрсетеді. Сапалы. Түркістан облысы Сәстөбе ауылы. Сәстөбе ауылының ішінде де 10-15 мыңға жуық халық бар. 6 округ қарайды. Тегін қызмет алады. Жедел жәрдем де бар, поликлиника, үлкен ауруханасы бар, үлкен ауылды мекен. Ләж болса бұл аурухананы жаппауларыңызды сұраймыз халықтың атынан. Бүгін 16 ноябрь. Жақында осы жерде әкім болған. Ауданның бас дәрігері келді. Жабылмайтынын айтқан болатын. Ішінде қаншама қызметкерлер бар. Дәрігерлер, медбикелер, еден тазалаушылар. Барлығы қанша жылдан бері осы жерде қызмет етіп, нанын тауып жүріп жүр. Ешқандай шағым болмаған. Халық та риза. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев биылдыққа 700-ге жуық аурухана салып берем деп уәде беріп жатыр. Осы емхананы ретке келтіріп, халыққа пайдалануға қайтадан берсеңіздер. Қазір де пайдаланып жатыр, бірақ жабылмауын сұраймыз сіздерден.